Сәлем достар, бүгін бізде ағылшын тілін үйрену 3-ші сабақ. Бүгін біз уақытта сағатты қалай сұрау керектігін үйренеміз. Жалпы ағылшын тілінде уақытты қалай сұраймыз? Бірінші мысал, what time is it? What time is it? Сағат неше болды? What's the time? What's the time? Сағат неше? Could you tell me the time, please? Маған уақыттың қанша болғанын айтып бере аласыз ба, өтініш? Енді бұған қалай жауап береміз? Кестеде көріп тұрғаныңыздай, сол жағында it is деп тұр, яғни жауапты it is сөзінен бастаймыз. Қазір exactly 2 o'clock. Сағат қазір тура 2 болды. Болмаса it's about 2 o'clock десеңіздер болады. Яғни шамамен сағат 2 болды дегенді білдіреді. Болмаса it's almost 2 o'clock десеңіздер болады. Яғни сағат 1-ден 50 немесе 55 кеткен болса, онда сағат почти 2 болып қалды дегенді білдіреді. Келесі, көптеген жағдайларда ағылшын тілінде 24 сағаттық емес, 12 сағаттық жүйені қолданғанды жөн көреді. Мысалы, түнгі сағат 00-ден күндізгі сағат 12-ге дейін AM, ал күндізгі сағат 12-ден түнгі сағат 12-ге дейін PM қолданылады. Мысалы, егер таңғы сағат 10-да айтқымыз келсе, онда 10 AM деп айтамыз. Ал кешкі сағат 5 дегіміз келсе, 5 PM десеңіздер болады. Енді сонымен қатар in the morning, таңертең, in the afternoon, түстен кейін, in the evening, кешке, at midnight, түн, after midnight, түн ортасы, түн ауа деген сөздерді қолдансаңыздар болады. Жалпы ағылшын тілінде сағатты айту барысында егер минут 30 минутқа әлі жетпеген болса, онда past, ал егер 30 минуттан асып кеткен болса, онда to қолданылады. Бұны қалай түсінсек болады? Мысалы, сағат 1-ден 10 кетті делік. It's 10 past 1 AM деп айтамыз. Яғни 1-ден 10 минут өтті, past. Немесе 2-ден 15 кетті делік. It's quarter past 2 AM. Яғни quarter past 15 минут өтті. Енді 2-ге мысал келтіретін болсақ, 7-ден 40 кетсін делік. It's 20 to 8 AM. Яғни 8-ге 20 минут қалды. 2-8, яғни 8-ге қалды деп тұр. Немесе 8-ден 45 кетсін. It's quarter to 9, яғни 9-ға 15 минут қалды дегенді білдіріп тұр. Бұл жерде quarter деген не? Quarter деген бұл 15 минут дегенді білдіреді, яғни 4-тен 1 бөлігі, 60-тың 4-тен 1 бөлігі, бұл бізде 15 минут. Сонымен қатар 30 минуттық орнына біз half сөзін пайдалансақ та болады. Сонымен біз бүгінгі сабақта ағылшын тілінде уақытты қалай сұрау керектігі туралы, сонымен қатар сізден біреу уақыт сұраса, оған қалай жауап беру керектігін үйрендік. Назарларыңызға рахмет.